Сәлем достар, бүгін сіздермен көзге пайдалы көкөністер мен жемістер туралы айтамыз. Жанарыңызды жақсы сақтағыңыз келсе, көкөністер мен жемістерден жасалған витаминді дәрумендерді қолданыңыздар. Витаминдерді біз күнделікті тағамға қосатын көкөністер мен жемістерден ала аламыз. Көкөністердің ішінде сәбіз бен брокколи А витаминіне өте бай. Күнделікті қолданып жүрген сәбіз көкөнісінен шырын жасап ішетін болсаңыз, яғни сәбізде А витамині өте көп. А витамині бар көкөністер мен жемістерді күнделікті қолданып отырсаң, катаракта, яғни көз ауруының алдын ала аласыз. Сонымен қатар, брокколиде А витаминіне өте бай. Күнделікті ас мәзіріне брокколиден жасалған тағамдарды, яғни салаттар болсын, қосып қолданғаныңыз дұрыс болады. Ал жеміс-жидектердің ішінде қара жидек А витаминіне өте бай. Күнделікті өмірде қара жидектен жасалған сусындар, смузилерді ас арасында қолданып отырғандарыңыз дұрыс. Адамға ең керекті көз болғандықтан өз көздеріңізді сақтаңыздар, аурудың алдын алуға тырысыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздермен болған плюс бәріне керек арнасы. Бізбен бірге болыңыздар.